Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен математика пәнінің 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын шығарып көрсететін боламын. Енді бірінші тапсырмаға қарайық. Астында бізде бөлімі бірдей болса, алымына қараймыз. Алымында 6 үлкен бе әлде 5 үлкен бе? Әрине 6 үлкен болады. Сондықтан біз осындай стрелканы осы 8 бен 6-ға қаратамыз, яғни артық болады, бұл артық деген таңба. Енді бұға қарайық, бісіне қарайық. Бұл жерде 1 және 5-тен 4 тұр. Бұл жерде бұл 1-ді 5-тен 5 деп аламыз, ал бұл 5-тен 4-ті 5-тен 4 деп аламыз. Сонда 5-тен 5 үлкен бе әлде 5-тен 4 үлкен бе? Әрине 5-тен 5 үлкен болады. Сондықтан біз бірге қаратамыз таңбаны, артық деген таңбаны. Енді С-ға қарайық. С-да бізде алымы үлкен болса, біз бөліміне қараймыз. Бөлімінде қайсысы кіші болады, соны үлкен деп есептейміз. Бұл жерде бізде 4-тен 1 үлкен болады. Ал бұл Д-да, Д-сында 1 мен 7-тен 8 деген бөлшектер бар. Бұл жерде біз 1-ді 7-ден 7 деп аламыз. Ал 7-ден 8 бұрыс бөлшек. Сондықтан біз оны аралы санға айналдыра аламыз. Біз бұл жерде Б-сында 5-тен 4 дұрыс бөлшек болғасын, бұны біз аралы санға айналдыра алмаймыз. Ал енді бұл жерде бұрыс бөлшек болғасын айналдыра аламыз. 7-тен 8-ді айналдырайық бұрыс аралы санға. 1,7-ден 1 шығады. Енді сонда бұл жерде 7-ден 8 үлкен болады. Ал енді 2-ші тапсырмаға көшейік. Номер 2-ші тапсырма. Бұл жерде бізде 1-ден 3-тен 1,3-тен 2, 2,4-тен 3-ті, 2,2-ден 1, 11-ден 4 сандарының ішінен өзара кері сандар табыңыз дейді. Кері сандарды теріп жазып, таңдауыңызды түсіндіріңіз дейді. Бұл жерде енді кері сандар, яғни аралы сандар жазып аламыз. 1,3-тен 2. Бұны енді біз бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 3-тен 3-ті 1-ге көбейтеміз. 3-ке 2-ні қоссақ 5 шығады. 3-тен 5. Енді 2,4-тен 3-ті. 2,4-тен 3-ті бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда 4-тен 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 8-ге 3-ті қоссақ 11 шығады. Енді келесі 2,2-ден 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 2-ні 2-ге көбейтсек 4 болады. 1-ді қоссақ 5 болады. 2-ден 5 шығады. 11-ден 4-ті оны ештеңеге айналдырмаймыз. Тек қана бұрыс бөлшектерді айналдырамыз. Яғни аралас бөлшектерді айналдырамыз. Енді бұл жерде бізде 4-тен 11-ден 4 сандары кері сандар болып шығады. 4-тен 11 және 11-ден 4. Өзара кері сандар болады. Енді 3-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде өрнекті ықшамдау керек. Қазір берілген жазып алайық. 4-тен 3 бөлінген 4-тен 5. 4-тен 5 көбейтілген 6-дан 5
көбейтілген 7-ден 6, көбейтілген 8-ден 7, көбейтілген 9-дан 8, көбейтілген 10-нан 9, енді көбейтеміз 11-ден 10-ды, бөлеміз 11-ден 12-ні. Енді біз бұл жерде 4-ден 3-ті көбейтеміз, яғни біз бөлгенде олар мына 4 пен 5-тің орнын ауыстырып жібереміз. Сонда 5 пен 4 болады, 5-тен 4. Енді көбейте береміз, 6-дан 5. Көбейтеміз 7-ден 6. Көбейтеміз 8-ден 7. Көбейтеміз 9-дан 8. Көбейтеміз 10-нан 9. Көбейтеміз 11-ден 10. Енді көбейтеміз бөлінтінде 11 пен 12-нің орнын ауыстырып жібереміз. Сонда 12-ден 11 болады. Енді ықшамдаймыз. 4 пен 4-ті 1 болады. Мына жерде 1 болады. 5 пен 5-ті 1 болады. 6 мен 6-ны 1 болады. 7 мен 7-ні 1 болады. 8 пен 8-ті 1 болады. 9 мен 9-ті 1 болады. 10 мен 10 1 болады. 10 мен 10-ды 11 мен 11-ді 1 болады. Енді бұл жерде қалған сандар 3 пен 12 сандары. 12 мен 3-ті жазамыз. Енді бұны ең үлкен ортақ бөлшекке келтіреміз. Екеуіне де бөлінетін сан ол 4. 3 дегенім 3. 12-ні 3-ке бөлсек 4. 3-ті 3-ке бөлсек 1. 4-тен 1 шығады. Біз 3-ші тапсырманы орындап болдық. Енді 4-ші тапсырманы орындаймыз. Берілген жаза аламыз. 4-ші тапсырма. 3,36-дан 29 қосылған 36-дан 31. Азайтамыз. Жақша жазылған 36-дан 17 қосылған 2,36-дан 23. Жақшаны жабамыз. Енді шығарамыз. Бірінші тәсілім 3,36-дан 29-ға қосамыз. 36-дан 31-ді тең болады 3 бөліміне 36-ны жазамыз. 29-ға 31-ді қосамыз. 31-ді қосамыз. Тең 3,36-дан 29-ға 31-ді қоссақ 60 шығады. Енді біз 60 пен 36-ны 12-ге қысқартамыз. 60-ты 12-ге қысқартсақ 5 болады. 36-ны 12-ге қысқартсақ 3 болады. Енді 3,3-тен 5 деп жазамыз. Бұны қысқартқанда 4,3-тен 2 шығады. Енді келесі екінші амалымыз 36-дан 17-ні қосамыз. 2,36-дан 23. Сонда 2,36-дан 17-ге 23-ті қосамыз. Сонда 2,36-дан 17-ге 23-ті қоссақ 40 болады. 2,36-дан 40 шығады.
Енді біз осы 40 пен 36-ны ықшамдаймыз. 4-ке ықшамдаймыз. 40-ты 4-ке ықшамдасақ 10, 36-ны 4-ке ықшамдасақ 9 шығады. Сонда 2,9-дан 10 шығады. Енді біз 2,9-дан 10-ды ықшамдасақ 3,9-дан 1 шығады. Енді үшінші тәсілін қараймыз. Мына шыққан сандарды бір-бірінен азайтамыз. 4,3-тен 2-ден азайтамыз 3,9-дан 1-ді. 4-тен 3-ті азайтсақ 1 болады. Бұлардың ең кіші ортақ еселігі 9 болады. 9 жазамыз бөліміне. Енді 9-ды 3-ке қысқартсақ 3 шығады. 9-9-ға қысқартсақ 1 шығады. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, азайтамыз. 1-ді 1-ге көбейтсек 1 шығады. Сонда 1,9-дан 5. Енді 5-ші тапсырманы шығарамыз. Біз бұл жерде 5,2-ден 1-ді, яғни 2-ден 1-ден, 3-тен 1-ді азайтамыз. 3 пен 2-нің ең кіші ортақ еселігі 6 болады. 6-ны 3-ке бөлсек 2, 6-ны 2-ке бөлсек 3 шығады. 3-тен азайтамыз 2-ні. Тең болады 5,6-дан 1. Бұл бізде ені. Енді бізге периметрін табу керек. Периметр тең болады 2 көбейтілген, жақша жабылады, 5,2-ден 1 қосылған, жаңағы 5,6-дан 1-ді қосамыз. Тең болады 2 көбейтілген 5-ке қоссақ 10 шығады. 10-нан 6-дан 4 шығады. Яғни бұл жерде 6-ны 6-ға бөлсек 1 шығады, 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады. Сонда 3-ке 1-ді қоссақ 4. 10,6-дан 4 шығады. Енді біз осылай жазамыз. Бөліміне 6-ны жазамыз. 10-ды 6-ға көбейтсек 60, 60-ға 4-ті қоссақ 64. 2 көбейтілген 64. Тең болады. Енді бұл жерде 6 мен 2-ні қысқартамыз. 6-ны 2-ге қысқартсақ 3, 2-ні 2-ге қысқартсақ 1 шығады. Сонда 3-тен 64 шығады. Енді 3-тен 64-ті қысқартамыз. Қысқартсақ 21,3-тен 1 шығады. 21,3-тен 1 сантиметр шығады. Енді 6-шы тапсырманы қараймыз. Алтыншы тапсырма. Номер 6-шы тапсырма. Бұл жерде бізге есептеңдер деп тұр. Жақша ашылған 7 азайтылған 3-тен 2. Жақша жабылған бөлінген 1,4-тен 3 азайтылған 6-дан 1. Жақшаны жабамыз, көбейтілген 1,5-тен 1 қосылған 2,3-тен 2 қосылған 6-дан 1. Мынау бірінші орындалады, екінші, үшінші орындалады.
Енді жазамыз. Жақша ашылған 6,3-тен азайтамыз 3-тен 2-ні. Жақшаны жабамыз. Бөлеміз. 1,12-ден 7-ні көбейтілген 3,30 жазамыз. 6 қосылған 10 қосылған 5. Мана бізде бұл жерде қысқартылады. Бізде 12 болады. Ең кіші ортақ еселік. 12-ні 4-ке бөлсек 3 шығады. Енді 12-ні 6-ға бөлсек 2 шығады. Мана 9-дан 2-ні азайттық. Сонда 7 шықты. Вот, жазып қойдым мен. 1-ден 12-ден 7-ні. Енді көбейтеміз. Бұл жерде бізде 5-тің, сосын 5-тің, содан кейін 3-тің, 6-ның ең кіші ортақ еселігі 30 болды. 30-ды 6-ға бөлсек 5 болды. 30-ды 3-ке бөлсек 10 болды. 30-ды 5-ке бөлсек 6 болды. 6 болды. Мына 3 керек емес. Енді 6-ға 10-ды қоссақ 60, 60-ға 5-ті қоссақ 65 шығады. Енді біз бәрін есептеп жазамыз. 6,3-тен азайтсақ 3-тен 2-ні 6,3-тен 1 шығады. Жазамыз 6,3-тен 1. 6,3-тен 1-ді бөлеміз. 12-ден 19-ға. Көбейтеміз 3,30-дан 1-ді. Кешіріңіздер, бұл жерде 16, 21 шығады, яғни 21 шығады. 3,30-дан 21 болады. Тең болады 3-тен 19 көбейтілген 19-дан 12 көбейтілген 30-дан 121 тең болады 15-тен 242. Енді бұны ықшамдасақ 16,15-тен 2 шығады. Біз барлық есепті шығарып болдық. Онда сау болыңыздар.